Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұқан Иманжанов «Алғашқы айлар» повесі. Сабақ мақсаты жазушының өмірі және шығармаларымен таныса отырып, білімдерін жетілдіру. Алғашқы айлар шығармасының оқырманға ой салар идеясын баса ашуға мүмкіндік беру, өз бетінше қорытынды шығару дағдыларын дамыту. Күтілетін нәтиже: өз ойларын түйіндей білуге үйренеді. Тапсырмаларды орындау арқылы негізгі ойларын ықшамды түрде жеткізе білу дағдылары қалыптасады. Тілдік қорлары дамиды, шығармашылық әрекеттерін жетілдіре түседі. Тәлім сәті: әрбір сөзің шындық, бірлік, адалдық. Әрбір ісің тірлік, тірек, адамдық. Әрбір адам туысым, досым, жұрағат. Әрбір сабақ үйрену, ұғу, ұлағат. Мұқан Иманжановтың өмірі мен шығармашылығы туралы бейнебаянды назарларыңызға ұсынамын. Жазушы Мұқан Иманжанов 1916 жылы Қарағанды облысы Жезді ауданында туған. 1935 жылы Алматы есеп санақ техникумына түсіп, 1938 жылы бітірген. Кейін Қазақстан Жазушылар одағы жанында ашылған 6 айлық курсты аяқтаған. 1941 жылға дейін Республикалық радио хабарлар тарату комитетінде редактор, 1943-1949 жылдары Социалистік Қазақстан газетінде қызметкер, бөлім меңгерушісі, 1949-1958 жылдары Пионер журналында бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарады. Мұқан Иманжанов Ұлы Отан соғысы жылдарында жұртшылыққа кеңінен танылды. Әңгімелері республикалық газет-журналдарда жиі басылып, Таулы деген атпен шығып тұрады. Жазушы қаламынан көптеген көркем очерк, публицистикалық туындылар, повестер дүниеге келді. Тұңғыш әңгімелер жинағы Жастық 1948 жылы жарық көреді. Алғашқы айлар повесі, Таныс қыз романы, Тыңдағылар әңгіме және очерктер жинағы басылған. Мұқан шығармаларының негізгі желісі өзі өмір сүрген кезеңдегі өмір шындығы, адамдардың, әсіресе жастар өмірінің тыныс тіршілігі, еңбегі мен арман тілегі, адамгершілік пен парасат. Кейін Көк белес романы, Өркен атты мақала естеліктер кітабы жарық көреді. Мұқан Иманжанов драматургия саласында да жемісті еңбек еткен. Менің махаббатым, Жас өмір, Сөнген шала пьесалары кезінде жақсы бағасын алған туындылар. Жазушы 1958 жылы дүниеден өткен. 1980 жылы Жалын баспасынан жазушының өмірі мен жазушылық қызметі жайлы мақала, естеліктер, хаттар жинағы Өркен деген атпен шықты. Алғашқы айлар повесі 1950 жылы Жамбыл атындағы республикалық бірінші бәйгені иеленеді. Суреткердің соңғы кездегі өмірі, оның маңындағы жолдастары туралы Әзілхан Нұршайықов Мұқан және оның достары атты эпистолярлық романын жариялады. Осы бейнебаяннан алған мәліметтеріңіз бойынша хронологиялық кестені толтырыңыздар. Орындаған тапсырмаңыздың дұрыстығын тексеріңіз. Мұқанның қазақ оқырман қауымы арасында кеңінен танылып, жазушы есімін әйгілі еткен алғашқы айлар хикаяты мектептегі оқу-тәрбие тақырыбына арналған. Оның басты кейіпкері білімді де жігерлі жас мұғалім Жақыпбек бүкіл оқу-тәрбие жағдайын өмірмен, өндіріспен байланыстыра жүргізу мәселесін көтереді және сол мақсат мұратын жүзеге асыру жолында бар күш-жігерін салып аянбай күреседі. Алғашқы айлар повесі 1950 жылы шыққан. Повесте ауылдық жердегі мектеп өмірі, мұғалімдер ұжымының сан салалы жұмыстары, оқушылардың мінез-құлық іс-әрекеттері, адамдар арасындағы қарым-қатынастары шынайы әрі терең суреттелген. Мектеп өмірі оқу мен еңбекті ұштастыру мәселесі, мұғалімдердің ауыр да абыройлы еңбегі шебер бейнеленеді.
Балалардың арман мақсаты, отан сүйгіштігі, еңбекқорлығы, көпшілдігі, турашыл адалдығы, әрі нанымды, әрі тапқырлықпен тартымды суреттеледі. Назарларыңызға повесть туралы бейнебаянды ұсынамын. Мұқан Иманжанов шығармашылығының негізгі нысаны гуманизмді ардақтау, адамның ұлылығы, тазалығы, өз мақсатына беріктігі, рухани адамгершілік қасиеттерін мадақтау, екінші жағынан осы асыл қасиеттерді өнеге етіп, бала жастан осыған тәрбиелеуді көздеу. Міне осы қасиеттердің барлығын жазушы кезінде оқырман жылы қабылдаған 1950 жылы жазылған алғашқы айлар повесіндегі негізгі кейіпкер Жақыпбектің бейнесіне сыйғызған. Педагогикалық институтты жаңа бітірген Жақыпбек Әділбеков ауылдағы 7 жылдық мектептің оқушысының меңгерушісі болып келеді. Білімді, қабілетті жас маман мектептің оқыту жүйесіне елеулі өзгерістер енгізіп, оқу тәрбие мәселелерін ауыл колхоз өмірімен қабыстыра жүргізуді қолға алады. Бұл мақсатына жетуге бар ынтасымен кіріскен Жақыпбек ең алдымен мектептегі қалыптасқан ескі тәжірибені бұзып, уақыт талабына сай арнаға бұруға күш салады. Оған ең алдымен ескі жүйені қолдаушы мектеп директоры күдерінің өзі жаңалықты тосырқай қабылдаған батырбайлар қарсы болады. Дегенмен Жақыпбек те өз жақтастарын тауып, Елизавета Сергеевна, Парторг Керей секілді адамдар қолдауына ие болып, таласта жеңіп шығады. Повестегі колхоз өміріне енген мәдени жаңалықтар, мектебісіндегі жетістіктер Жақыпбек жігерінің жемісі. Соның ішінде туысынан жаман адам болмайды, адамды жақын ететінді, жаман ететінді көп жағдайда тәрбие демей ме біздің педагогика. Егер сіз бен біз дұрыс тәрбиелей білсек, жаман бала деген ұғым ізсіз жоғалатыны талас тудыра қояр ма екен дейтін Жақыпбектің ең бір үлкен жетістігі Сапар, Сейтен, Жарқын, Әйтен, Бектай секілді мінез құлығы әртүрлі мектеп оқушыларын дұрыс бағытта тәрбиелеудің тәсілін табуы. Жақыпбек үшін бұдан артық қуаныш жоқ, себебі бұл кристалдай таза, шынардай мінсіз адам тәрбиелеуге ұмтылған оның асыл арманы, мұғалімдік мұраты. Шығармадағы тартыстар, адамдар арасындағы қарым-қатынастар түгелдей дерлік Жақыпбек тұлғасын ашуға қызмет етеді. Тілі жеңіл, оқылуы оңай, оқиғалар желісі бір-бірімен сабақтаса өрілетін шығарманың түпкі идеясы жазушының асқақ мұратын, асыл арманын әйгілейді. Алғашқы айлар повесіндегі басты тұлға Жақыпбек мектеп мұғалімі қандай болу керек деген талапқа жауап бергендей. Жақыпбек оқушылардың әрқайсысымен жақындасып, бала мен мұғалім арасындағы сенімсіздіктің жігін жойып, тіл табыса білу қияңқы баланы тәрбиелеуде бірден бір дұрыс жол екенін дәлелдейді. Рас, бала жүрегіне жол табу оңай емес. Жақыпбек осы жолда табандылықпен күресіп, мақсатына жетеді. Бүгінгі сабақтан алған білімдерімізді бекіту үшін тапсырмаларға кезек берейік. Сұрақтар салоны әдісі. Шығармадан бойларыңызға қандай қасиет жинадыңыздар? Қандай қасиеттен жирендіңіздер? Нені ұқтыңыздар? Нені үйрендіңіздер? Осы сұрақтар бойынша кестені толтырайық. Келесі тапсырма қос жазба күнделігі. Нағыз ұстаз бейнесі қандай? Шығармадағы автор сипаттаған ұстаз бейнесі қандай? Салыстыра отырып сипаттаймыз. Сабақты қорытындылау тапсырмасында алғашқы айлар повесіндегі кейіпкерлерге образ жасаңыздар. Оқиға желісіне жоспар құрып, суретке түсіріңіздер. Бүгінгі өткен тақырыпқа кері байланыстың таңдау әдісі бойынша өз ойларыңызды білдіріңіздер. Үй тапсырмасы. Ұстазым жайлы бір мөлтек сыр. Ой толғау жазу. Ұстаз биік тұлға. Қашанда ұстаздарымыздың тұғыры биік болғай деген оймен сабағымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.